أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli cemaat, ağalar, bavurlar. Allah Teala ustavan orazamızda kabul kılsın. Ya. Ama nesin olsa orazanı ustap şuğumuza Allah'ın bağışlamıza nasip kılsın. Nasip etse toktağın yerimize жалғастырып okuyuk. Mishkatul Masabih kitabından 1974 hadisті okuyumuz. Kimden rivayet kılıngan, kimden жеткен bizlerge An Abi Hurayra radıyallahu anhu qal. Abu Hurayra деген sahabadan radıyallahu anhudan жеткен mına bir rivayette Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem süyükті peygamberimiz bulay deb aytты deydi. Ne deb aytқан ekan? İzen tasafa şa'banu fela tasumu. Осы сөзді aytқан ekan peygamberimiz. İzen tasafa şa'banu fela tasumu. Bu peygamberin sözü Arapça. Bağınası Şağbanның білесіздер Ramazanға дейін Ережеп айы бар, сосын Шағбан айы бар, кейін Рамазан келеді. Пайғамбар айтты, Ережеп ол Алланың айы. Шағбан келесі ай, ол менің айым деді пайғамбар. Одан кейін келетін ай, осы Рамазан, ол үмметімнің айы деді. Осы Шағбанның жартысын өткізіп, яғни 15 күнді өткізіп, қалған 15 күнді оразамен өткіземін, ораза ұстайым, Рамазанға дейін әлі 15 күн қалды, Шағбанның қалған 15 күні деп ораза ұстамаңдар дейді. Өйтіп, нәпілмен 15 күн ораза ұстайым, анау қылам, мынау қылам деп жасамаңдар дейді. Түсінікті ма? Ал пайғамбар, білесіздер, Айша анамыз радıyallahu анхаға жеткен хадисте Рамазаннан бөлек ең көп нәпіл ораза ұстаған айы қай ай еді? Пайғамбарымыздың Рамазаннан бөлек ең көп нәпіл ораза ұстаған ай ол Шағбан айы. Рамазанның алдындағы ай. Айша анамыз айтады, пайғамбар сондай нәпіл оразаларды көп ұстайтын еді, біз ойлап қалатын едік дейді. Шағбанны полностью оразам өткізді ма деп ойлап қалатын едік дейді. 30 күн бойы. Яғни, білесіздер, нәпіл оразалар бар. Жаңағы әр айдың 13, 14, 15-і әйямул билд дейді. Немесе дүйсенбі, бейсенбісі бар, тағы басқа. Енді пайғамбар ескертіп жатыр, ей мұсылман, Шағбанның жартысын өткізіп 15 күнді, қалған 15 күннің барлығын нәпілмен өткізем деп өйтіп жасамаңдар дейді. Неге? Кейбір амалдар бар, кейбір нәрселер бар, тек пайғамбарларға хас, яғни тек қана пайғамбарлар ғана жасай алады. Біздің денсаулығымыз, біздің жанымыз, рухымыз оны көтере алмайды. Мысалы, тахаджуд намазы. Тахаджуд намазы ол қандай намаз? Нәпіл намаз. Құранда айтылғандай, нәфиләтәләк, нәпіл намаз, тахаджуд. Біздер үшін нәпіл. Бірақ пайғамбарлар үшін тахаджуд нәпіл емес, парыз. Неге? Құрандағы келесі бір аятқа байланысты. Қумил ләйла илля қалила. Осы аятқа байланысты пайғамбарларға тахаджуд парыз болған. Бізге нәпіл. Қылсаң сауап, қылмасаң күнә болып жазылмайды. Нәпіл себебі. Бірақ әулие болғың келсе, әулиелер тахаджудты қаза қылмаған ешқашанда. Как парыз сияқты қылып оқитын болған. Енді пайғамбарымыз сондай Шағбанда көп нәпіл ұстайтын еді дейді. Нәпіл оразалар бар еді. Біз ойлап қалатын едік, Шағбан полностью оразамен өтті ма пайғамбар? Енді пайғамбар ескертіп жатыр. Мен сондай бір нәпілдерді ұстайым. Кейде қорқам дейді. Пайғамбар айтады, кейде қорқам. Сіздер парыз қылып ойлап қалмасын. Яғни Шағбанның соңғы 15 күні пайғамбар ұстайтын еді, пайғамбар Шағбанды жаңағыдай оразаларын тастамайтын еді деп маған ұқсаларың келіп жаңағыдай. Мен қорқам, сендер парыз қылып ойлап қаларсыздар.
ертең басқалар болады, Рамазанға 15 күн қалғанда ораза ұстап кететіндер шығар мүмкін араларынан. Пайғамбар ұстайтын еді деп. Өйтіп өздеріңді қинамаңдар дейді. Мұны келе жатқан парыз оразаны ұстаңдар, ал нәпілге шамаларың жетсе егер, әдет бойынша ұстап жүрген адам болсаңыз, бейсенбі, дүйсенбіні тастамайсыз, әр айдың жаңағы айямул бил 13, 14, 15-терін тастамайсыз, тағы басқа, немесе нәпілдердің ішінде, нәпіл оразалардың ішінде ең мықтысы, ең күштісі, барлығы да күшті, бірақ ең мықтысы қайсысы? Нәпіл оразалардан Дәуд алейхиссалам ұстаған оразасы. Бір күн ораза емес. Ұстасаңдар, осылай ұстап жүрген кісі болса ұстай берсін дейді. Денсаулығы шыдайды, мықты, желание ұрт тұр енді ұстауға, ораза, нәпіл ұстауға. Ұстай берсін дейді. Бірақ үлкен кісілерге қиын болып қалмасын. Сол үшін жаңағыдай нәпілді біреулердің үстіне жүктеп, бұлай пайғамбар тастамайтын еді Шағбанның оразаларын деп қинамаңдар өз-өздеріңді дейді. Қараңдар жағдайларыңа дейді. Мысалы, пайғамбарларға байланысты соларға хас, мысалы, уисал деген ораза бар. Нәпіл ораза. Уисал оразасы дейді. Ол қандай ораза? Күн сайын ораза ұстайды. Араға бір күн ифтар қылмайды. Ұстап кете береді оразаны. Яғни бір күн ораза емес, ол бізге рұқсат етілген. Ең жақсы да сол. Ұстасаңыз егер нәпілдерден. Көп нәпіл оразалар. Ал пайғамбарлар уисалды ұстайтын еді. Уисал араға бір күн жаңағыдай аузым ашық болсын, бір күн берік болсын, олай емес. Күн сайын аузы берік. Сосын сұрайды сахабалар, Алла Расул, біз де ұстайық осы уисал десе, жоқ, ұстамаңдар дейді. Сендерге жаным ашиды менің. Аш қаласыңдар. Ал мені тойдыратын, жегезетін, ішкезетін ол Раббым дейді. Сол үшін біз бұны ұстаймыз дейді. Ал сіздерге ұстамақ қойыңыздар дейді. Бұл жерде де сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ескертіп жатыр. Шағбанның 15-ін өткізіп, қалған 15 күн қалған күндері нәпілді бастап кетіп, өздеріңді қинамаңдар олай дейді. Ораза келе жатыр ғой, так, парыз ораза. Ал ұстап жүрген адамдар болса, ұстаса нұр үстіне нұр. Кейбір адамдар бар ғой, парыз оразаға дейін небір түрлі оразаларды айтып, адам миын ауыртады жаңағы. Ана айдым мына күнін ұста, ана айдым, аны енді бастап ұстайын жүрген адамның ықыласын қайтарып тастайды жаңағы. Болмайды. Қинауға болмайды адамды. Парыз ұстап алсын бірінші. Кейін жәләп нәпілдерді үйретеміз. Біреу намазды енді бастайын деп жатса, 5 уақыт намаз бар, тахаджуд бар, тахаджудке тұруың керек. Таңғы сағат 2, сағат 10 жатаққа қон, сағат 3 жатақтан ұш, сағат 3-те ұйықтама, тұрасың дейді жаңағы. Қинайды. Болмайды, анау қашып кетеді. Сен бірінші парыздарды үйрет. Сосын жәләп нәпілді өзі тауып алады, немесе үйренеді, қызығады өзі. Анау рухы қалап бастайды, тоймайды. Сол кезде үйретесің. Келесі хадис. Уанху қал, келесі хадисте Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен, былай дейді. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді. Не деп айтқан екен? Ахсу, есептеңдер, санаңдар, нені? Хилала Шағбан, Шағбанның күндерін санаңдар. Себебі Рамазанға дейінгі, Рамазанның алдындағы ай, ол Шағбан. Соның күндерін санаңдар дейді. Не үшін? Ли Рамадана, Рамазан айы үшін. Біліп жүріңдер дейді. Өткен соңғы сабағымыз айтқанбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Саусақтарын ашып, алақанын көрсеткен еді. Бір ай 10 саусағын бір көрсетті, сосын алақанын жұмды, тағы да көрсетті, 20 болды, 10, 20. Жұмды, сосын тағы да көрсетті. Сөйтіп 30 күн болады деді бір ай, немесе 2 рет ашып жұмды да, 10 саусағын 20 қылды да, үшіншісінде ибахам саусағын жұмып, 9 саусағын көрсеткен еді. 29 болады деді. Хакада ва хакада ва хакада деді. Бір ай 30 болады, 29. Мына мұсылман күн тізбесінде, хижриде, бір айда 29 күн болады, 30 болады, 31 болмайды. Сол пайғамбар айтып жатыр, санап жүріңдер дейді. Біліп жүріңдер, есептеп жүріңдер. Ол кезде мынандай телефон, сәжде кезет, бір нәрсе кезет дегендер болған жоқ қой. Пайғамбар қатты мән беретін болған. Уақытында дұрыстап Рамазанды қарсы алайық. Және айға қарайтын болған. Хилал айттық. Арабшада айды хилал деп айтады, қамар деп айтады. Хилал дегеніміз қайсы еді? Онда мағынасы ай. Қамардың да мағынасы ай. Бірақ неге бөлген? Хилал
Неге қамар деп екіге неге бөлген? Бір айдың бітіп, келесі айдың басталғанын жаңа айдың туымен білеміз. Сол бір ай жаңадан туып ай басталғанда алғашқы екі түніндегі көрінген айды, немесе басқа имамдардың айтуынша алғашқы үш түнінде көрінген анау жіп-жіңішке жұқа айды арабша хилал дейді. Одан кейін ол сол үшінен кейін немесе екісінен кейін 15-іне дейін, сол айдың 15-іне дейін ол жайлап жұқа ай қалындап 15-іне дөп дөңгелек ай болады. Ол сол кездегі айларды қамар деп айта береді. Ал дөп дөңгелек болғанды бәдір дейді. Бәдір түніндегі ай сияқты дейді. Яғни толған ай дейді қазақша. 15-нен кейін 26-сына дейін ол жайлап қайттан жұқарады. Жұқарып 26-сына жұп-жұқа болады. Оны тағы да хилал дейді 26-сында. 27-сінде тағы да хилал дейді. Ол 27-сінен кейін уже жоғалады, көзге көрінбейді. Қайттан шыққан айды, туған айды жаңа ай деп айтамыз. Уже жаңа бір ай басталды. Сол пайғамбар айтып жатыр, есептеп жүріңдер, қарап жүріңдер, ұйықтамаңдар дейді. Қазір бәрімізге оп-оңай ғой. Телефонда бәрі белгілі. Келетін Рамазанға дейін белгілі. Бірақ көзіміз ашық ұйқыдамыз. Сондай оп-оңай кезінің өзінде де Алла жеп-жеңіл қылып қойған, намазды оқымай жүрген адамдар да бар. Мұсылманмын дейді. Тілде мұсылман, бірақ амалда жоқ. Ғалымдар не дейді? Әл-илму біла амал кәш-шәжәри біла сәмәр дейді. Ілімсіз қылынған нәрселер, тек қана тілде мұсылманмын дейді, бірақ амал жоқ. Мейвасы жоқ ағаш сияқты дейді. Пайдасы жоқ. Бір ағашта жемісін бермесе, мейвасы болмаса, алмасы өспесе, тағы басқа нәрсесін бермесе, не пайдасы бар? Сен алма деп ектің, алма бермейді. Бостан-босқа тұр, суды ішіп жатыр. Не пайдасы бар? Одан да басқа бір қара ағашты екіп қойсаң, жақсы, одан да үлкен болып өседі, көлеңкесі де күшті болады. Сол үшін сен мұсылмансың, тіліңде мұсылманмын, бірақ намазың жоқ. Мұсылманмын, оразаң жоқ. Пайда жоқ. Егер үзірлі жағдай болса, аяғын кесіліп, жатақта жатық балған, ракпен ауырып жатқан бір адам болсаң, Алла сақтасын, яғни үзірің болса, бұл басқа әңгіме. Абу Ханифа мазғабында былай пәтуа берілген. Кімдердің мойнынан намаз түседі? Айтайын ба, қашан түседі намаз? Сіз жатаққа жатық балып, ауырып, мына басыңыз қозғалмай қалады ғой. Сол кезде мойнынан түседі дейді. И то қарыз болып қаласың. Ертең жазылып кеткен жағдайда қарыз қылып өтеп бересің. Ал имам Шафиғи айтады, Шафиғи мазғабының ғалымдары, мына басың қозғалмай, көзің қозғалып тұрса, әлі мойнынан түскен жоқ парыз дейді. Көзбен де қалай бір парызды дейді. Бір кемеге мініп, кемең быт шығып жаңағы бір ағашқа жабысып алып, теңізде тұрсаң дейді, мұхиттың дәл ортасында. Но бір ағашқа жабысып алдың, әлі де намаз мойнынан түскен жоқ. Қыласың намазыңды, басымен болсын бүйтіп қыласың. Ғалымдар былай деп те айтқан, әйел адам босанып жатқан кезде баласын жартысы сыртқа шығып, жартысы ішінде тұрған уақытта да намазын уақыты шығып бара жатса, оқып алсын намаз дейді. Оның мойнынан қашан түседі? Ана бала полностью шыққаннан кейін артынан нифас қаны келеді ғой. Ол кезде намаз мойнынан түседі. Ораза, намаз, себебі 40 күн нифаста болады. Абу Ханифа мазғабында, Шафиғида 60 күнге дейін. Ел әлі қан шыққан жоқ, балан жартысы әлі ішінде. Ал намаз уақыт шығып бара жатыр. Оқып алсын дейді, сондай жағдайда болса да дейді. Намаз көріп жатсыздар ма, қалай қылып не қылған? Ал енді сіздің намаз оқылмауы қандай өтірік өсек, қандай сылтауыңыз бар, айтыңызшы ал. Жатсыз ба? Ана адам сияқты. Жоқ, жатқан жоқсыз. Батып жатсыз ба мұхитта? Батып жатқан жоқсыз. Әйел адам сияқты туып жатсыз ба? Босанып туып жатқан жоқсыз. Қандай сылтау бар оқымау үшін намазды? Қатты айтсам кешіресіздер енді. Кейде осы айту керек. Кейбір бауырларымыз бар. Бірақ мына нәрсені де білейік. Ораза ұстасам бола ма дейді. Мен намаз оқымайым ғой дейді. Сен намаз оқымаң үлкен өзіңе бір күнә. Бірақ намаз оқымайтын адамға ораза ұстауға болмайды деген нәрсе жоқ. Ораза бөлек өз басына бір ғибадат, бір парыз ғибадат. Намаз өз басына бөлек бір парыз ғибадат. Сол үшін бір адам келіп айтса, мен намаз оқымайым, бірақ мұсылманмын, ораза ұстасам, болады, ұста, намазды да баста.
оқымаған өзіңе кәсәк, қораға кірдің, күнәһарсың, бірақ оразаны ұстау керексің, ол бөлек бір парыз. Сол сияқты біреу айтады, мен ораза ұстаған жоқпын, намаз оқимын, ораза ұстаған жоқпын, бірақ тарауих қылсам бола ма дейді. Тарауих өз басынан бөлек бір ғибадат, түнгі ғибадат, арнайы осы Рамазанға бекітілген. Ал Рамазан өз басынан бөлек бір ғибадат. Сол үшін ораза ұстамаған себепті адам болсын, немесе себепсіз адам болсын, бір себебі бар ұстамау үшін. Сапарда немесе ауырып жатыр. Еле себепсіз ораза ұстаған жоқ. Бірақ тарауихты қылса болады ол адамға. Ол бөлек бір ғибадат. Түсінікті ма жамағат? Ол өмірінде шын ықыласымен Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп бір рет айтты ма, өмірінде шын ықыласымен иман қылды ма, ол адам мұсылман. Ол адам мұсылман. Бірақ намаз оқымаған үшін, парыз нәрселерді жасамаған үшін, Алланың қыл дегенін қылмаған үшін ол пасық мұсылман болады, күнәһар мұсылман болады. Ал кітаптарда не дейді ондай адамдар үшін? Енді Алла біледі. Бірақ енді кітаптарда оқығанымыз, ол адам тозаққа кіріп азапталынады дейді. Жаңағы парыз амалдарды Алланың қыл дегенін қылмаған үшін, күнәһар болған үшін тозақта азапталынып, бірақ мұсылман болған үшін тозақтан шығады дейді бәрібір де. Тозақта мәңгілік қалмайды. Тозақта мәңгілік қалатындар, бұтпарастар, мәжусилер, мұсылман еместер, мушриктер, Алла сақтасын. Бұлар әбәдул әбәд тозақта қалады екен. Ал сен мұсылмансың, Алланың жалғыздығын мойындадың, Алла жалғыз дедің. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, оның сүйікті елшісі, біздің пайғамбарымыз деп мойындап айттың ба? Мушрик болған жоқсың, мушрик болмадың, сөйтіп өлдің ба? Бірақ күнәһарсың. Сол күнәң мен жұмаққа кіргізбейді Алла Тағала. Ол күнә кешірілгенше тозақта азаптайды дейді. Енді ар жағы Алланың өзі біледі. Себебі ешкім ең соңғы демнің қалай шығатынын білмейді ғой. Мысалы, мынандай аппақ шапан киіп, мынандай сәлде киіп 20 метр. Мысалы, күшті қыл уағыз жіберіп жатыр. Сен жұмаққа кіресін деп ешкім айта алмайды. Ана жерде бір Вася біреу жүр, араққа тойып алып, құлап, мысалы. Оған да ешкім тозаққа кіресін деп айта алмайды. Оны жалғыз Алла біледі. Барлық нәрсе соңғы демге байланысты. Ва хуснал хатима. Сол бұрынғылар дұғаларында осы сөз тастамайды екен. Аллахым біздерге хуснал хатима, соңғы демімізді мұсылман болған күйде шығуымыз Аллах нәсіп етші деп қайта-қайта осыны сұрайды екен. Бір молда екен, қанша жыл ғибадат қылған, үйде отырып ойлайды дейді. Осындай мысал беріледі. Мен қанша жылдық намазым бар, ғибадатым бар, бір бөтен қатынмен сөйлескен жоқпын. Бір күн бір күнә жасайыншы. Енді тойып алған ғой, небір түрлі дәлелдермен Құран оқып біледі, мағынасын біледі. Алла ғафурур рахим, Алла бүкіл күнәні кешіруші. Ешқандай күмән жоқ, Алла кешіреді. Осы аятпен шайтан алдаған ғой. Алла кешіреді ғой, кешіреді. Бір күн зина жасасайшы сен. Молдасың ғой, сосын бір күн тағы да дұрыстап тұрып ғибадат қыласың, Алла кешіріп жібереді деп, жаңағы молда үйден шығады дейді. Қандай ниетпен? Бір зина жасап қайтайын, бір дұрыстап тұрып тыңқиып тойып алайын, араққа ащы суға, Алла кешіреді ғой деп үйінен шығады дейді. Бірақ мойнында 40 жыл, 50 жылдық намазы бар. Бір алқаш күн сайын іше береді, бір күн дұрыстап тұрып ойлайды дейді. Мен қайда кетіп бара жатырмын? Бір мешітке барайын, бір имам алдына барып отырайын, содан сұрайын, намазды бастайын, Аллаға тәубе етейін деп үйінен шығады дейді жаңағы. Сөйтіп екеуі үйінен шықты. Алланың әмірімен екеуі өледі дейді жолда, ажалы келіп. Сөйтсе жаңағы молда тозаққа кетеді дейді прямой. Анау алқаш бүкіл күнәсі кешіріліп, жұмаққа кетеді дейді. Неге? Ол ниетімен шықты ғой. Сол Алла Тағала ниетіне қарата береді екен ғой. Ананың күнәсін кешіріп жүреді. Ананың бүкіл сауабын Алла Тағала өшіріп жібереді екен. Алла қабыл қылсын. Ұстаған оразаларымыз Алла Тағала қабыл етсін. Еліміз, дініміз аман болсын. Аллахумма лака сумна, ва бика аманна, ва алейка таваккална, ва аля ризқика афтарна, ва саумил гади мин шахри рамадана навайна, фагфир лана я ғаффар ма қаддамна ва ма аххарна. Аллаху акбар.